Так, жақсы, онда бүгін векторлар темасын жалғастыра салайық. Векторларда біздер не жасап едік? Не өткен едік жаңа? Векторларды есімізге түсіре салайық. Векторлар қандай болатын еді? Вектор дегеніміздің өзі не? Сызық. Бағыты бар, Сызық. Кесінді. Кесінді, иә? Басы менен соңы болады. Одан кейін, енді басы менен соңы екеуі бірігіп қалған вектор не деп айтады? Беттесіп қалған нүктені нүктелік вектор деп айтады, иә? Нүктелік вектордың бағыты бар ма? Бар. Иә. Негізі бағыты шексіз көп болған соң, мен түсіндіріп айттым ғой. Шексіз көп болған соң, оны жоқ деп айтады, бір нүкте ретінде қалдыра салған екен. Одан кейін біз не өттік? Нүктелер таныстырып біткеннен кейін векторлық проекция. Вектордың проекциямен қарастырдық, ол жерде оның модулі деген нәрсе болды, иә? Вот модуль дегеніміз не ол? Ұзындығы. Вектордың ұзындығы, иә? Так, оны өттік. Одан кейін тағы не өттік біздер? Одан басқа орта немесе базистік вектор өттік. Иә, орталармен таныстырдық. Одан кейін тағы не өттік? Векторлардың қосындысы, көбейтіндісі. Қосындысы, көбейтіндісі. Арасындағы бұрышты өттік. Так, К деген коэффициент көбейтіп ашып бердім ме мен? Иә. Потом? Одан басқа векторлардың координаталарын өттік. Векторлардың координаталары. Аха. Содан басқа скалярдың көбейтіндісі, байланысты. Скаляр көбейтіндісі біз немен орталармен көбейтіп ашып шықтық, иә? Так, скалярлық көбейтінді. Енді давайте онда скалярлық көбейтіндімен тоқтадық қой, иә? Сонымен тоқтаған болсақ, онда былай жасайық. Давайте, скаляр көбейтінді формасы. Вектордың скаляр көбейтіндісі. Основной формасы қандай еді? А менен Б вектор бар, иә? Оның көбейтіндісі. Осының көбейтіндісі неге? Олардың ұзындықтарын көбейтіндісін және олардың арасындағы косинусқа. Көбейтеміз неге? Олардың арасындағы бұрыштың несіне көбейтеміз? Косинус альфасына. Косинус альфасына көбейтеміз. Мынандай бізде формула бар еді. Бұнымен не табатын едік біздер? Векторлардың А және Б векторының скаляр көбейтіндісін табатын едік, иә? Енді осы формуламен сәл бір былай жұмыс жасап жіберсек. Так, екеуінің ұзындығын косинусына көбейтеміз. Енді векторлардың арасында бұрышты тап дейтін болса, именно мына бір бұрышын таба саласыңдар. Векторлардың арасында бұрыштың синусы, тангенсі, котангенсі десе, мына бір косинус альфаны өрнектеп алу керек, содан кейін шыға береді екен. Мына косинус альфаны өрнектесем немене формула шығады менде? Косинус альфа тең болады екен. А векторы. Мынаның астына бөлінеді. Так, А векторының, то есть векторлардың скаляр көбейтіндісін неге бөледі екенбіз? Олардың ұзындықтарына бөледі екенбіз, не? Көбейтілген Б векторының скаляр көбейтіндісіне. Міне. Бұл бізде косинусы. Осы косинусын тауып алғаннан кейін, бірінші косинусын табасыздар осы бойынша. Скаляр көбейтіндісін тауып, олардың ұзындықтарына бөлесіздер, шығып кетеді екен. Осы жерден косинусы шығады. Векторлардың арасынан бұрыштың синусы десе не істейсіңдер? Косинус тауып болғаннан кейін синусқа айналдырамыз. Потом немене болады? Түбірасты 1 минус косинус синус квадрат. 1 минус косинус квадрат альфа. Бүйтіп жіберетін болсам немене шығады? Синус квадрат. Синус просто. Синус альфа шығады, иә? Не шығады? Плюс минусы дегенде бірден қылмаймыз да? Ол жерде таңдау кете ма? Ол бұрышқа байланысты ғой. Иә, бұрышқа байланысты, иә? Аха, хорошо. Так, енді одан кейін синустан кейін тангенсі, котангенсі дейтін болса қалай көшеміз? Мысалы үшін косинустан ненің байланыс формасы бар бізде? Тангенске. Тангенстің, иә? Ол бізде қандай формула синус альфа бөлік косинус. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады 1-ге. Енді осы жерден тангенс алатын болсақ, тангенс дегеніміз мынаның косинусқа қатынасы ғой. Значит, не істейміз? Екі жағында бөліп жүреміз. Косинус квадратқа. Косинус квадрат альфа. Қандай шартпен? Тең емес 0 деген шартпен бөлеміз ғой, иә? Осыған бөліп жүретін болсам, астарына косинус түседі. Синус квадрат бөлінген косинус квадрат. Немене шарт? Тангенс квадрат. Тангенс квадрат альфа қосылған 1 тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа. Осылай мынаған көшсек болады. Бұдан кейін тура осы секілді неміз де бар. Мына екеуін енді синус квадратқа бөліп жүретін болсам, қандай формуламыз шығады? Котангенс квадрат альфа қосылған 1 тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа деп осылай байланыспен котангенсін де тауып алуға болады екен. Енді бұл жерден еще мына бір формуладан тағы да бір нәрсе шығады. Егер де векторлардың қараңыздар, арасындағы бұрышы косинус альфаның мәнін өзгертетін болсақ, мынаның мәні, косинус альфаның мәнін 0 шығу үшін мына өрнекте не болу керек? То есть косинус альфаның мәні 0 шығу үшін мынаның мәні 0 шықса, альфа қандай градус деген сөз? Қойш.
90. 90 градус, то есть векторлар перпендикуляр болса деген нәрсе бар ғой бізде. Мына жерде егерде А векторы менен Б векторы бір-біріне перпендикуляр болса, яғни арасы қандай градус деген сөз? 90. 90 градус деген сөз. Векторларымыз қандай болады? А деген векторымыз былай жоғары қарап тұрған болса, потом Б деген вектор болған жабыстыру не обязательно. Бүйтіп бөлек тұру да мүмкін да. Екеуі бір-біріне қандай жақындатып параллельнан көшіріп келген кезімізде немене болады? Б деген векторым бар ғой. Осы арасында бұрыш қандай екен? 90 градус немесе перпендикуляр. Осындай шарты болатын болса, мынаның мәні неге тең болып кетеді бізде? 90 градус болса. 0. Косинус 90 градусымыз бізде 0-ге тең болады. 0 тең, мына бір формуланы жазамыз ғой. Так, А векторымен көбейтілген Б векторы дейміз. Астында олардың несі? Тағы да бізде ұзындықтары, модульдер яғни. Осындай жағдайға тура келеміз. 0 қылу үшін бөлімі 0 бола ма, алымы 0 бола ма? Алымы 0 болады. То есть векторлардың перпендикуляр шартынан бізге қандай жағдайға тура келеді екенбіз? Осы жерден бізде мына нәрсе шығады екен. Егер А векторы менен бізде Б векторы перпендикуляр болатын болса, осыдан бізде қандай шарт шығады екен? Олардың скаляр көбейтіндісі немене болады? А векторы менен Б векторының скаляр көбейтіндісі неге тең екен? 0. 0-ге тең екен. Енді ол скаляр көбейтіндісін тағы да басқаша қалай айтуға болады? Бізде скаляр көбейтіндісінің координаталары берілген кезде қалай жіктейтін едік? X1 көбейту. Бізде скаляр көбейтіндісі. Бұл скаляр көбейтіндісінің бірінші формасы ғой, дұрыс па? Енді оның екінші формасын жаза салайықшы. Координатаға байланысты. А векторы менен координатаға байланысты жазып жіберетін болсақ, біз оны орталар бойынша қорытып шықтық. Қандай еді? Егерде А векторының координаталары X1, Y1. X не дейміз? A1. Давай, XA дей салайық. YA деп. Z-ті да қоссақ болады, но пока осылай қалдыра салайық. Б векторыныкін да жазып қоя салайық. XB, YB. XB, YB деп алатын болсақ, олардың көбейтіндісі сәйкес координаттарын көбейтеміз ғой. XA-ны көбейтеміз неге? XB-ға қосады екенбіз, YA-ны неге? YB-ға көбейткен кезде немене болу керек? 0-ге тең болу керек. Енді яғни былай айтқан кезде мына екеуінің көбейтіндісі тең болу керек, мынаның обратныйына емес па? X-терді көбейтсе, мынаны бет ар жаққа өткізсе минусы болады ғой. То есть X-тердің көбейтіндісінен мысалы минус 42 шықса, мына екеуінің көбейтінден немене шығу керек? Плюс 42 шығу керек деген сөз ғой. Вот осындай жағдай екен. Скаляр көбейтіндісі мен осылай жіктеледі. Мен 0-ге дейін дегендігін қоршамай-ақ қойдым. Не үшін қоршамадым? Енді основной формула ретінде осыны еске алсын деп жатырмын да мен. А так бізге немене болу керек? Осы жағдайымызда тең 0 деген жағдай болу керек. Олардың несі? 90 градус болатын болса. Так, осыны ескердік. 90 градус деген бұл дербес жағдай емес, векторлар арасында бүйтіп тұр ғой. Иә? Қандай болса ше? Бұл не деген сөз? Сүйір. Сүйір болатын болса, не деген сөз? Бөлімі маңызды ма екен? Ұзындығы болған соң бұлар оң сан ғой, какой-то оң сан, иә? Бір какой-то бір өлшемді оң санға бөлсем, олардың таңбасы ештеңе сөз бермейді. Сондықтан бөлімін біздер не істеп кетсек болады? Тастап кетсек болады да, былай айтқан кезде. Ол соңғы мәнге оң сан шыға ма, теріс сан шыға ма, оған әсер етпейді екен. Енді осы скаляр көбейтіндісінің мәні мынау. А менен Б-ның көбейтіндісі 0-ге тең болса, векторлардың арасы не деген сөз екен жаңағыдай? Векторлардың арасы 90 градус. Тең ол 0 деген сөз еще. Ой, перпендикуляр тең 0 деп қойыппын ғой. 0-ге тең жазып қойдық. Енді векторлардың арасы А векторы менен Б векторының арасындағы бұрыш. Б векторлардың арасындағы бұрыш. Оны қалай қоямыз қазір? Бұрышы, давайте, осының арасындағы бұрыш. Оны қалай қоямыз, е? Альфа. Бүйтіп, давайте альфа бізде 90-нан кіші деп сүйір деп қоя салайықшы, бөлек. Сол кезде А векторы менен Б векторының арасында сүйір бұрыш болатын болса, 90 градустан кіші мәнде косинустың мәні нені қабылдайды на формулада? Плюс санды қабылдайды, иә? Яғни мынау не деген сөз? Үлкен 0-ден. 0-ден үлкен болу керек екен. То есть сүйір бұрыш болатын болса, көбейткен кезімізде скаляр санды көбейтеміз. 2 көбейтілген 7, қосылған 5 көбейтілген 3, тең болады, какой-то бір оң сан шығады деген сөз нерді. Бір 17, 18 дегенде бір сан шыға салады. Короче, 0-ден үлкен болса болғаны ана жерде. Сол жетіп жатыр да. Түсінікті ғой да? Мынау түсінікті болса, олай болатын болса, олардың енді скаляр көбейтіндісі бізде 0-ден кіші деген жағдай немене болады онда? Дуал. Дуал деген сөз, дуал болған кезде, то есть альфаның мәні қандай болады? Дуал бұрышты білеміз ғой біздер. Альфаның мәні үлкен 90 градустан, яғни дуал болған жағдайда бізде олардың скаляр көбейтіндісі минус болады екен.
мыналарды көбейтіп қосып шығамыз. Қосқан кезде тағы жаңағыдай -15, -20 дегендей сәйкес координаттарын көбейтіп қосқан кезімізде бізде минусқа болып кетеді екен. Осылай өтіп шықтық. Так. Тағы да қандай сұрақтар бар қоятын? Осы формула бойынша түсінікті болып отыр ма? Осы формуланы до конца зерттейтін болсақ, мынау ұзындығы ғой, мынау ұзындығы. Егер де координаталарын беріп қоятын болса, мына бір формула басқаша болады екен. Мынау жаңағы екінші формуласы деп мына біреуін жазып қоя салайықшы. Бірінші скаляр көбейтінді бұлай формула бойынша табылады. Ұзындықтарын несін тапсақ, координаталар бойынша бұлай табассақ болады, сәйкес координаттарын көбейтіп. Енді мына бір формуланы бөлек жалғастыра салайық. Мына үшінші формула дейді да, төртінші формула деп жалғастыра салайық. Мына ұзындықтарының орнына біздер нені қойсақ болады? Координаталардың квадраттарының қосындысы. Косинус альфа тең болады дейміз. Не дейміз нерге? Так, координаттарының. X пен Y пен тоқтай салайық. Егер де Z болатын болса, просто тағы да не істей саламыз? Пифагор теоремасы бойынша қосылғандай болып қала салады. Так. Мынаған ұзындықтарын. А векторының ұзындығы дегенімізді қалай ашамыз? Түбірасты xa квадрат. Xa-ның квадраты қосылған немене? Y-ның квадраты осы немене болады? Түбірдің астында болады. Z болса, Z-ті не істейміздерге? Тоже квадраттап қоса салады. Неліктен? Потому что үштік координатада мен сызып көрсеттім ғой, по идее. Ол жерде, то есть параллелепипедтің несі болып қалады? Диагоналі болып қалады. Тура осы секілді екінші вектордікін не істейміз? X-ның квадраты қосылған Y-ның квадраты. Үстінде нелері олардың? Xa көбейту X. Скаляр көбейтінділері екен. Міне, осындай бізде формуламыз осылай өзгере салады екен. Егер де Z координатасы болса, мінерге Z-дің квадратын тағы да қосып қоюымыз керекпіз. Так, сұрақ жоқ қоя? Сұрақ жоқ болса, мұнан бәрін жазып алыңдар и видеоны тоқтатсаңыз. Енді жалғастыратын болсақ, жаңағы бұрыштардың ішінде тағы да бір еске түсірейік. Қандай болды бізде? Екі вектордың арасындағы бұрыш векторымыз перпендикуляр болған жағдайда. Перпендикуляр дегеніміз сызбасының астына аламыз қайтадан. Екі вектор бар. Екеуін бірге қосып жаза салайын. Негізі екеуі айдалада жатуы мүмкін. Просто параллельно көп көшіреміз. Мынау бізде А деген векторымыз, мынау бізде Б деген векторымыз. Осындай болса шарты қандай екен бізде? А векторы менен Б векторының несі? Скаляр көбейтіндісі бізде болды тең 0-ге болды. Арасындағы бұрыш косинус альфа неге тең осы жерде? 90. Косинус альфа тең ровно неге? 90 градусқа тең деген сөз. Енді осы жерде просто угадайте, қай градус бізде айтылмады негізінде. А векторы менен Б векторының арасындағы бұрыш немене болды бізде? Альфа дегеніміз бізде кіші болсын 90 градустан. Яғни косинус альфа 90 градустан кіші деген сөз. А деген векторымыз бізде былай бола салсын. Енді Б деген векторымыз мынандай направлениеде. Мынау бізде Б деген векторымыз. Просто мынаған параллельно былай көшіре саламыз. Осы бір векторды. Б деген вектор. Арасындағы бұрыш бізде альфамыз сүйір болатын болса. Осындай жағдай болса, немене болады бізде? А вектор менен Б векторының скаляр көбейтіндісі не деген сөз? Үлкен нөлдан. Оң болады, Неге? Потому что косинус альфамыз 90 градустан кіші болатын болса, ол бізде оң болады деген сөз. Осы жерде төртіншісі бар, айтылмаған. Кім табады? Біздер салыстырып айтқан кезде біз айтылмай кеткен градустар бар. Мынау не деген сөз? Перпендикуляр деген сөз ғой, анау, осын жазып қояйық. Перпендикуляр болса. Мынау дегеніміз не болса? Сүйір. Сүйір бұрыш. Мынау? Доғал бұрыш. Доғал бұрыш. Так. Бұл дегеніміз А векторы примерно былай бағытталады. Ал В вектор қалай бағытталады? Мынау сүйір, я? Мынау? Доғал. В вектор не істейді онда? Мынандай болу керек. Мына жерден В векторын былай ала саламыз. Параллельно көшірген кезде қалай болады бұл? Не? В вектор былай болады екен. Арасында бұрыш қандай екен бізде?
альфа дегеніміз доғал екен, яғни бұл 90 градустан үлкен болу керек. Мына жердегі альфа дегеніміз кіші болады 90 градустан. Мына менде альфа дегенім 90 градустың өзіне тең болады деген сөз. Параллельно көшіріп бөлдік, екі вектор арасы осындай. Так, бұл жерде екі векторымыз скаляр көбейтіндісі немене болады? кіші нөлден. Нөлден кіші деген сөз. Так, косинус альфаның мәні. Мына жерде 90 градус болған кезде косинус альфа 0 болады. Мына косинус альфамыз 90-дан кіші болса, оң мәнді береді, үлкен болса, кіші мәнді береді, минус болып кетеді. Айтылмай қалған қандай не бар? Параллель. Сүйір, доғал, Бір бағыт. бағыттас немесе бағыты Бірдей. басқа жаққа кеткен, То есть екеуі жалпы былай айтқанда параллель деп айта салайықшы, осының барлығын біріктіріп жіберейік. Параллель болса. Параллель дегенді басқаша бұны коллинеар деп айтады, мына нәрсені ше. Коллинеар болса деп айтады. Міне. Осы жағдайда қарастырып көрейік, коллинеар. Так, ол үшін бізде векторларымыз параллель болу керек. Түсіндік қой, мынау бізде А деген векторымыз, екіншісін Б деген векторды қалай жіберсек болады? Тоже осы секілді былай немене болуы мүмкін? Бір бағытта болуы мүмкін. Потом ше, қандай болуы мүмкін? Қарама-қарсы бағыт. Иә, бағыты басқа да болуы мүмкін ғой бізде. Енді не обязательно тура өйстіп орналасу, мынау айдалада болуы да мүмкін. Әйтеуір бір-біріне қандай да бір бағытпен қарайтын болсаң, параллельно болу керек. Так, енді осы екеуін қарастыратын болсақ, мынау деген сөз екі вектордың арасында бұрыш қандай деген сөз? Мына жерде альфа не деген сөз? 0 градус па? Мында ше? Альфа 180. 180 градус емес па? То есть, осы екеуінен альфа 0 градус болса, косинус альфамыз немене болып шығады? Косинус альфамыз біздің формуламыз бар ғой бізде. Қандай еді? А вектор менен Б векторының скаляр көбейтіндісі немене еді? Олардың модульдерін көбейтеміз. Және де неге көбейтетін едік? Косинус альфаға еді. Маңыздысы косинус альфа ғой. Вот. Осы косинус альфаны әлі зерттеп жатырмыз біздер. Қараңыздар, косинус альфа 0-ге тең болса, косинустың мәні нені береді? 0 градуста косинус. 1-ді береді ғой, мына жерде косинус 0 градуста мәні қандай екен? 1-ге тең екен. Мына жерде ше? Минус 1. Косинус 180 градус дейміз, тең болады минус 1-ге. То есть какой-то бір коэффициенттер шығады екен. Бұл екеуі коэффициенттер шығады деген сөз, қараңыздар. Мынау 1-ге или минус 1-ге тең болады. Екі жақты теңестіретін болсақ, онда олардың скаляр көбейтіндісі қандай болады деген сөз? То есть какой-то бір коэффициент шығады, қайта-қайта 1 деген коэффициент шыға беретін болса, олардың, міне, А деген вектор бар ғой. А деген вектордың координаттары xa, мынау немене еді? YA. Осындай болсын, Б векторының координаттары xb, мынау YB болсын. Так, осындай болған кезде, қараңыздар. Коэффициентке тең екен скаляр көбейтінділері. Не? Мынау ма? Y. Кейін күлеміз, ма? Так, қараңыздар. Мынау бізге не особо влияет ғой? Жаңа айттық, ұзындығы особо керек емес. Скаляр көбейтінді ғой. Қайта-қайта скаляр көбейтіндіні зерттеп жатырмыз. Осы жағдайда екеуінің скаляр көбейтіндісі деп координаттарын қарастыратын болсақ, бір какой-то бір санға тең болса, қараңыздарда. Так, екеуінің скаляр көбейтіндісін жаза қояйық енді. А вектор менен Б векторының скаляр көбейтіндісі немене болады нерде? xa көбейтілген xb, мына нүкте болмасам x болып кетеді екен, тоже қосылған y-ға көбейтілген yb. Не осындай болды. Осы нәрсеміз екі жақта да қазір коэффициентке тең болып кетеді ғой. 1-ге екі вектор біріне коллинеар немесе параллель болатын болса, бір коэффициентке тең болады екен. Мына координаталар онда неге тең деген сөз? Бір коэффициентке тең болса, тең. Просто бір либо екеуі де оң сан болып теңеседі, либо екеуі де теріс сан болып теңеседі ғой. 1-ге тең болатын болса, немене болады? То есть бағыттас болатын болса, немесе теріс болатын болса, тек қана таңбасы ауысады деген сөз. Значит, мына екеуінің координаттары бар ғой. Координаттарын бір-біріне бөлген жағдайымызда xa бөлінген xb-ны
бір сан шығады, қандай да бір. Тура солай y-ны y-ға бөлетін болсам, тура сондай сан шығады деген сөз. Y-ны бөлеміз y-ға. Сызба ретінде қазір көрсетіп шығуға да болады, но сызбамен толтыратын болсам, более научный жағына кетеміз де. Уже түсініп жатқан шығарсыздар, қайта-қайта неменен жағдай болып жатқандарын біразын көрсеттім ғой. X, Y координатасын салып, қазір координаттарын көрсетіп, мынау былай деп, любой координата белгілеп алатын болсақ, үшбұрыштың ұқсастығы қолданып кетуі мүмкін, баса қолданып кетуі мүмкін. Бәрібір де біздер осы екеуінің қатынастары тең екендігін көреміз. Қатынастар неменені береді? Үшбұрыштың ұқсастығына ұқсап кетеді ана жерде. Екі вектордың бірнешесі бір-бірінен. Екі вектор тең болса, әрине үшбұрыштар тең ұқсас үшбұрыштар болады. Бір-біріне тең әрі ұқсас үшбұрыштар шығады. Бүйтіп тікбұрышын бөліп алған жағдайымызды проекциямен көрдік қой біздер. Ал егерде А векторынан Б вектор бір қандай да бір К деген коэффициенті үлкен болатын болса, К деген коэффициент үлкен, екінші бір немене шығады. Бүйтіп бір-біріне қатынасқан кезде сол К деген коэффициент шыға береді да бізден ерде. Вот осының барлығы тең болады екен. Z деген координата болатын болса, тоже осындай болады екен. Сонда олар параллель немесе коллинеар болатын болса, қандай шарт орындалады екен? Олардың сәйкес координаттарын бір-біріне бөлген кезімізде немене болады екен? Тең болуы керек екен. Түсінікті ма? Егер векторлар параллель болатын болса, мынаның x-ін мынаның x-іне бөлеміз, бұның y-ін мынаның y-іне бөліп жүреді екенбіз. Сәйкес координаттарын бөлген кезімізде, допустим, 7-тен 5, 7-тен 5 дегенде сан шыға салатынбыз жерде. Болды. Осы бір шарт орындалады екен. Сұрақ бар ма қоятын? Жоқ па? Жақсы. Ағай, егер есепте екі вектор бір-біріне ортогональ болса, ол қалай болады? Ортогональ ма? Коллинеар деген мынау десек, онда перпендикуляр дегенді мынаны ортогональ деп қоясыз. Жаңа жазуды ұмытып кеткенбіз онда. Ортогональ. Ортогональ векторлар деп айтылады мынау. Егер перпендикуляр 90 градус болса, ал егер коллинеар болса, бір-біріне параллель деген сөз. Мына жағдай ғой. Так, енді қараңыздар, бізде не? А деген векторымыз былай тұрсын, потом мына жерде Б деген векторымыз осылай тұра салсын. Осы екі вектордан құралған параллелограммның ауданы деген сұрақ болады бізде. Осы екі вектордан параллелограмм құрайтын болса, қалай болуы мүмкін? Мына вектор мен мына векторды не істейміз? Параллель қосамыз, иә, басында. Не? А векторы былай тұрады, потом міне, мынау бізде Б векторы. Осындай болды. Толықтырған параллелограмм болатын болса, бізде мынандай жағдай болады. Параллелограммға мен толықтырып жібердім. Осы ненің ауданын табуымыз керек біз енді. Осы параллелограммның ауданын табу үшін біздер не жасаймыз? Қараңыздар. Параллелограммның ауданының формасы бізде қандай еді? S тең болады. Қандай болады? Екі қабырғасы және оның арасында бұрыш бойынша қандай болатын еді? Екеуінің арасында альфа деген бұрыш болатын болса, А, Б, потом не істейтін ек? Синус альфа дейтін ек. Мынаның ұзындығы А, мынаның ұзындығы Б болса, осылай жасар едік. Енді параллелограммның жартысы бізде үшбұрышты құрайтын, оны да білеміз. Пока біздер осыны көрейік. Бұны проекция бойынша қорытып шыққан болатынбыз. Б көбейтілген синус альфа дегеніміз. Енді мына жерде Б емес, А менен Б-ның орнын ауыстыруымыз керек біз негізінде ше. Мынаның орнында ауыстырып. Одан ештеңе өзгермейді. Біздер пока ауыстыра салайық. Бір формуланы сөйтіп жазып қойған соң. Б көбейтілген синус альфа дегеніміз нені береді бізде? Биіктікті беретін еді ғой. Сонда А көбейтілген H-қа сөйлеген биіктік, соны таба саламыз деген сөз. Мынау бізде формуласы еді. А менен Б деген бізде чисто өздерінің ұзындықтары ғой негізінде, иә? Өздерінің ұзындықтары болса, мындай жерде ұзындықтарын қалай аламыз? S тең А-ның орнына нені қоямын мен? Ұзындығы болса. А векторының ұзындығы деген сөз ғой, иә? Көбейтілген потом немене болады? Модуль Б болады. Б-ның ұзындығы. Көбейтілген синус альфа тұр мына жерде. Синус альфа тұр. Мынаның орнына мен нені өзгертсем болады? Мынау дегеніміз екеуінің ұзындықтарының көбейтіндісін немен айырбастауға болады? Бізде қандай формула бар еді? Скаляр көбейтінді бар еді, иә? А вектор менен Б векторының скаляр көбейтіндісі неменеге тең еді? А менен Б векторының ұзындықтарын неге көбейтетін ек олардың арасындағы? Бұрыштың косинус альфасына көбейтетін ек. Мына екеуінің көбейтіндісін, мына екеуін біздер өрліктеп алып, осы екеуін өрліктеп алатын болсам, А вектор менен Б векторының несі? Ұзындықтарының көбейтіндісін не істейміз? Тең деп аламыз. Косинус альфа мында не істейді? Бөлініп өте ма? А векторының ұзындығы, то есть мынау скаляр көбейтіндісін бөледі екенбіз косинус альфаға. Міне.
міне осы бір нәрсені біздер мына жерге қоюымыз керекпіз. Сол кезде немене болады? А векторының скаляр көбейтіндісі, Б векторының екеуінің скаляр көбейтіндісін бөлеміз косинус альфаға. Косинус альфаны мынаның астына бөлуге алып келуге бола ма? Формуланы жалғастыратын болсақ, жаза қояйық. А векторының скаляр көбейтіндісі Б вектормен бірге көбейтеді екенбіз. Синус альфа бөлінген косинус альфа. Мына екеуі неменені береді? Синустың косинус қатынасы бізде тангенс альфаны береді екен. Тангенс альфа шықты. Сонда бізде параллелограммның ауданы неге тең болады екен? Мына жердегі S бізде тең болады екен. Екі вектордың несіне? Екі вектордың жоқ. Мынау екеуінің көбейтіндісі немене мынау? Скаляр көбейтіндісін. Тағы не көбейтеді екенбіз? Арасындағы бұрыштың тангенс альфасына көбейтсем не шығады екен менде? Осы параллелограммның ауданы шығады екен. Екі вектормен құралған. Одан кейін біздер білеміз параллелограммның ауданын былай ровно екіге бөліп жіберетін болсам немене шығады? Үшбұрыштың ауданы шықпай ма? Сонда екі вектордан құралған үшбұрыштың ауданы немене болады екен бізде? Егерде А векторы мынау бізде Б векторы арасындағы бұрыш бізде альфа. Осы жерден құралған осы бір үшбұрыштың ауданы бізде неменеге тең болады екен? Мына бір есіміз. Мынаны S параллелограмм дегенде бүйтіп сызып қойсақ болады. Мына біреуі не дейміз? S үшбұрыш деп ала салайық. S үшбұрыш бізде параллелограммның ауданы жартысы болады. S параллелограмм бөлінген 2. Немесе қандай жағдай? 2-ден 1 деген коэффициент түседі. Так, S үшбұрыш тең болады екен 2-ден 1 А векторының және Б векторының несі? Скаляр көбейтсін көбейтеміз біздер тангенс альфаға. Осылайша біздер екі вектордан құралған үшбұрыштың ауданын тауып алады екен. Біз скаляр көбейтіндісі берілетін болса, скаляр көбейтіндісі енді берілмесе, координаталар берілсе не істейтін едік? Координат арқылы скаляр көбейтіндісін тауып алуға болады ғой, Так, координатамен берілсе еще, координатамен берілген жағдайда мен сіздерге бір әдіс көрсеткен болатын. Кімнің есінде өңшен координата берілетін болса, шнуровка Гаусса. Шнуровка Гаусса бойынша біздер кез келген көп бұрыштың ауданын тауып алуға болады екен. Шнуровка Гаусса жасайтын болсақ, үшбұрыштың ауданы. Так, екі вектор ретінде алатын болсақ, енді сол шнуровка Гауссадан да қорытсақ болады. Жалпы университетте оны матрицамен қорытып береді да бізде мынандай екен. А векторының координаталары қандай болсын? X-а мынау Y-A боласын. Так, мында B векторы дейік. Бұныкі XB, мына жерде Так, YB болады, Осы екеуі берілетін болса, бұны университетте матрицамен көрсет. Матрица деген былай айтқанда нешелік кеңістік болатын болса, сол бойынша векторларды қарастыру деген сөз. Егерде осы екеуін А менен Б векторының матрицасын табатын болсам деп айтылады. Матрица деген кезде екілік кеңістік бойынша берілсе, матрица ол векторларды зерттейді. Осы екілік кеңістікте берілсе, ол жерде біздің тапқан нәрсеміз анықтауыш деген нәрсе бар. Анықтауышын тапсам, бұл екі вектордан құралған үшбұрыштың несін табуға сәйкес келеді. Ауданын табуға сәйкес келеді екі вектордан. Ал егерде біздер не тапсақ? Так, екі вектордан құралған үшбұрыштың емес, параллелограммның ауданын тапқанға тең болады. Матрица деген нәрсе бар. Осы екеуінің несін жазсақ, векторларын x-а, мында xb, мына жерде y-a, мына жерде yb деп тұрады да. Осы екеуінің матрицасы деп беріп қояды. Векторлар жазамыз координаталарын. Осы жерде қарама-қарсыға көбейтіп, бір-бірінен азайтуымыз керекпіз. Оң жақ диагональ, сол жақ диагональ деп бөлінеді. Мына оң жақ диагональ, мына менде сол жақ диагональ. Осы екеуін бір-біріне көбейтіп, бір-бірінен азайтуымыз керекпіз да. Сол кезде бізде шығады. Так, енді қарама-қарсыларын көбейтіп азайтсақ, бізде аудан шығады. Так, мен мына жерде қателеспесем, былай болар еді. Мынаған көбейтеміз, азайтамыз, мынаған көбейткен кезде. Минус шықса, орындарын ауыстырып жазасаңыздар, мен бұл ұмытып тұрмын мына жерін. Ештеңе жоқ. Басты минус шықса не істейсіздер? Плюсын ала саласыздар, Қарама-қарсы көбейтеміз, азайтамыз. Егерде орын ауыстырып қойған болса, минус қала саласыздар. Ештеңе жоқ. Интеграл секілді нәрсе бар. Орын ауыстырсаң ештеңе өзгермейді дегендей. Мынаның анықтауышы деген нәрсе бар, оны бізде дельтамен белгілейді. Университетте өткен кездерінде көресіздер енді. Осы бойынша табуға болады, потом шнуровка Гауссамен табуға болады.
и осының так анықтауышы деп қоя салайын, тең болады мына жерде. Мен қазір орын ауыстырған болуы мүмкін, ескеріңіздер осы нәрсені. Y бұға минус x b-ны не істейді екенмін? Y аға көбейткен кезде бізде немене шығады екен? Мына бір нәрсе нені береді менде? Мынау. Нені береді мынау? Параллелограмм аудан. Параллелограммның ауданын береді менде. S параллелограмм екен мынау. Үшбұрыштың ауданы не біледі? Осы екеуінің несі? 2-ден 1-ге көбейтілген. 2-ден 1-ге көбейткенде. Яғни біз мына не істейміз? Мен модульге алып қоятын болсам, мен қате жазбаған болам. Не үшін? Модульге алып қойсам, просто минусын құрту деген сөз ғой, дұрыс па? Болды. S үшбұрышымыз осы жерден. S үшбұрышымыз осының жартысы болады. 2-ден 1 көбейтілген модуль ішінде xa yb минус xb мына жерде ya бола салады екен. Не, осылай қорыта салуға болады екен. Нерден модуль біткен. Так. Мына жерде не қалды екен енді? Вроде бы параллелограмм қорыттық, мынаны қорыттық. Басқа ештеңе қалмады. Түсінікті ғой, сұрақ жоқ па? Иә, түсінікті, сұрақ жоқ. Жақсы.